Сәлем достар, hello friends. Біз бүгінгі сабақта what, who, how сұрақтар жайлы үйренеміз. Және де ағылшынша өзімізді қалай таныстырамыз, қалай айтамыз, сол жайлы толық үйренетін боламыз. Жалпы ағылшын тілінде what, who, how сұрақтары ең көп кездесетін сұрақтардың бірі. What деген ол не деген сөз? Жансыз заттарға қолданамыз. What's this? Мынау не? Мысалға, What's your name? Атың кім? Who? Кім? Яғни бұл сұрақты адамдарға қолданамыз. Who are you? Сен кімсің? Who is your friend? Сенің досың кім? Келесі how? Қалай? How are you? Қалайсың? How old are you? Жасың нешеде? Келесі мысалдарды қарап шығайық. What's this? Бұл не? It's an ambulance. Бұл жедел жәрдем. Келесі. What's this? Бұл не? It's a police car. Бұл полицей көлігі. Who is this? Бұл кім? He is a police officer. Бұл полицей қызметкері. Келесі. Who is this? Бұл кім? He is a health worker. Бұл медициналық қызметкер. Келесі кезек сұрақтар мен жауаптар. Яғни ең керекті сұрақтар, ең керекті жауаптар өзімізді таныстырғандағы кездегі. Бірінші. What's your name? Сенің атың кім? My name is. Is'дан кейін 3 нүкте тұр, сұраға өзіңіздің ат жөніңізді қоясыз. Мысалға, менің атым Жансая. My name is Жансая. Немесе жай ғана мен Жансаямын деп айтасыз. I am Жансая. You can call me. Бұл you can call me деген сіз мені былай атауыңызға болады. You can call me Жанс. Мені Жанс деп атауыңызға болады. Келесі. What do you do? Бұл сен немен айналысып жатсың деген сөз емес. Ол жалпы сенің профессияңды сұрап тұр. Сен егер де жұмыс істемейтін болсаң, I am student десең болады. Мен студентпін. Ал егер де жұмыс істейтін болсаң, I work as engineer. Мен инженермін. I work as teacher. Мен мұғаліммін. Келесі. Where do you study? Where do you work? Сен қай жерде оқисың, немесе қай жерде жұмыс істейсің? Егер де сен жұмыс істемейтін болсаң, I am unemployed деп айтуға болады. Ал егер де жұмыс істесең, I am a teacher. Мұғалім болып жұмыс жасаймын. Келесі. Where are you from? Қай жақтансың? I am from Kazakhstan. Бұны біз баяғыдан білеміз, бірінші сыныптан бері. Ал бұны былай өзгертіп айтуға болады. My hometown is Қызылорда. Менің туылған жерім Қызылорда. Келесі. Where do you live? Қай жақта тұрасың? I live in Астана. I live in Шымкент. I live in Алматы. Ал егер мен тұрып жатқан көшемді айтқым келсе, I live on, көшенің аты, сосын street кетеді. Келесі. How old are you? Жасың нешеде? I am 70. I am 24. I am 25. Ал егер де сіз нақты жасыңызды айтпай, 30-дамын, 40-қа жақындадым деп айтқыңыз келсе, I am in my early деген сөзден кейін өзіңіздің шамалас жасыңызды қоясыз. Келесі. What's your hobby? Сенің хоббиің қандай? I like dancing. Маған билеген ұнайды. I like singer song. Маған өлең айтқан ұнайды. Немесе I like-тың орнына I love, I enjoy қайсысын қолданса да бола береді. Себебі бір-біріне синоним. Немесе бір сала қызығып жүрсеңіз, I am interested in деп ары қарай өзіңіздің салаңызды жазып кетесіз. Келесі. How many people are there in your family? Сенің отбасында қанша адам тұрады? There are
11 people in my family. Менің отбасымда 11 адам тұрамыз. Немесе I live with my parents. Мен ата-анаммен бірге тұрамын. I live with my sister. Мен әпкеммен бірге тұрамын. Келесі, what is your marital status? Сіз тұрмыс құрғансыз ба, құрмағансыз ба? I am married, тұрмыс құрғанмын. Single, құрмағанмын. Engaged деген бұл енді тұрмысқа шығайын деп жатқан немесе үйленейін деп жатқан жігіт қыз. Divorced деген ажырасып кеткен. Келесі, when is your birthday? Сен туған күнің қашан? My birthday is on 4 June. Яғни мен туған күнім 4 маусым. Достар, сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, осы сұрақтар мен жауаптарды қолданып, өзіңіз жайлы эссе жазыңыздар. Goodbye.